Ассаламу алейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің сабақ тауарды қайдан іздейміз? Яғни поставщиктерді қайдан іздейміз? Поставщик іздеудің үш түрі бар. Біріншісі ол өзіңіздің айналаңыздан поставщик іздеу. Ол кімдер екен қазір толық тоқталатын боламын. Екіншісі ол өзіңіздің қалаңыздан іздеу. Түсінікті ма? Бұл айналаңыз бен қалаңыздан ол екеуінің айырмашылығы бар. Үшіншісі ол интернеттен іздеу. Получается, Google арқылы, Яндекс арқылы, Қытайдан іздеу, оның барлығы интернеттен іздеу болып есептеледі. Түсінікті ғой? Осы үш тауар іздеудің, поставщик іздеудің жолдарын мен сіздерге айтатын боламын. Так, қараңыздар. Біріншісі өзіңіздің айналаңыздан іздеу деген ол қалай іздеу? Мысал үшін барлығымыздың ағайын туысқанымыз бар, көршіміз бар, достарымыз бар, группаласымыз бар, дұрыс па? Жақындарымыз бар, жолдастарымыз, қайын жұрт, анағашы жұрт, жекжаттарымыз бар. Солардың арасында бар ғой біреуі. Ең болмағанда біреуі тауар сатады, ең болмағанда біреуі пластиковый есіктерді жасайды. Бір кәсіппен айналысатындар бар ғой арасында, дұрыс па? Барлығы безделінген емес қой жүрген. Вот сондай айналаңыздағы деген осы өзіңіздің ағайын туыс жақындарыңыздың айналасынан бірінші поставщик іздейсіз. Егер саудагер болса өте жақсы. Сол сауда не сатады ол? Соның тауарларының тендеріне қатысасыз. Ол үшін сол саудагерге барасыз. Ол сіздің ағайыныңыз, туысқаныңыз, барастан көмектесіңіз, или тегін жұмыс істеп беріңіз, или барыңызда сразу барып айтыңыз, мен тендерге қатысып жүрмін қазір. Давай сенің тауарыңның тендерлеріне қатысайын. Просто маған себестоимостьтарын или бір қанша оптовый бағаларын жазып берші маған, ертең тендерді ұтып алу үшін мен үстіне пайдамды қосып, сөйтіп ұтып алайын. Егер ұтып алсам, сол тауарды сенен аламын деген сияқты. Сөйтіп айтсаңыз, дейді. Ол не үшін ең жақсы вариант осы бірінші поставщик, осы айналаңыздан іздеген, айналаңыздан табылған поставщиктер, осылар өте жақсы көмектеседі сізге. Біріншіден олар сіздің жақыныңыз. Ертең бір тендер ұтып алып, сол тендерді сол кісіден, сол ағайыныңыздан тауарды алатын болсаңыз, ол сізге қарызға да бере салуы мүмкін тауарды. Бар ғой енді не бір саудагерлер бар, өзің туысқаны бір 5 штук бірдеңке сұрап тұрса, жарайды, кейін бересің деп сіз мұны договорды көрсетіп не қылып тұрсаңыз, все, қарсы ақша түскеннен кейін беремін десеңіз, ол келісуі мүмкін. Түсінікті ма? Ол ағайын туысқан, осыны айналаңыздағы поставщиктер осындайға жақсы да. Одан кейін тағы да мынандай жалюзи жасайтындар бар, мысалы үшін, тек қана товар емес. Евроремонт жасайтындар бар, олар да өте жақсы. Оларға да өте жақсы болады. Сіздің сондай бір таныстарыңыз болса, өзіңіздің ағайын туысқандарыңыздың арасында сондай істейтін кісілер болса, ол да өте жақсы сізге көмектеседі. Даже мынау машина ремонт жасайтындар, ходовка, моторист деген, солар, өйткені ремонт автомашина, автомобили деген тендерлер өте көп та, работалар. Сондайлардың тендерлеріне қатысасыз. Сіз білмей-ақ қойыңыз оны, вообще разбирать етпей-ақ қойыңыз. Бірақ сіз документацияны разбирать ете аласыз. Техникалық сипаттаманы оқисыз, жақсылап түсініп аласыз, сөйтесіз дағы анаған бересіз. Техникалық сипаттаманы алып жібере салмаңыз. Просто керек жерлерін көшіріп алыңыз да. Мысалы үшін бұл машинаның мынандай жерлерін ауыстыру керек, мынандай машина, марка модель, мынандай машинаның мынандай нәрселерін ауыстыру керек, мынандай нәрсесін ремонт жасау керек деп жазса, соны ғана көшіріп алыңыз. Сөйтіңіз де соны WhatsApp-мен жібере салыңыз. Ал енді оның астында да кейде бір лишний сөздер болады, заказчик, поставщик должен бірдеңке мынандай нәрсе істеу керек, мынандай үйту керек, мынандай бүйту керек деген тексті оларға жібермей-ақ қойыңыз, олар дұрыс түсінбей қалады оны. Түсінікті ма? Сол үшін тек қана характеристикасын ғана анау сіздің ағайыныңыз, который машина ремонт жасайтын ағайыныңыз түсінетіндей тексті ғана жіберіңіз болды, басқа текст жібермей-ақ қойыңыз оған. Дәл сол сияқты пластиковый есіктерді жасайтын танысыңыз болса, соған да солай жіберсеңіз болады. И сондайлардың тендеріне қатысасыз. Мысалы үшін мынандай болды менің бір случайымда. Оны мен постоянно айтып жүрем. Жаздың күні
осы 2020-да ма сондай ғой деймін. Мен бір жолдас балам келіп қалды Алматыдан келді да, ол пластик есіктер жасайды Алматыда. Өзінің цехы бар. Сөйтіп кәні көрейікші пластиктің тендерлері бар ма екен, көрейікші деді. Все хорошо деп қарап отырмын. Сөйтіп қарасам Шымкенттен, как раз Шымкентте сондай Шымкенттегі барлығы мектептерге терезелеріне москитный сетка ойнатып жатыр екен. Ол москитный сетканы сол пластик жасайтындар, пластик есіктер жасайтындар жақсы біледі. Өйткені ол соған пластик есік терезеге арналған москитный сетка. Сөйтіп соны көрсеттім, ол қарады, көп екен объявление, соның ішінде біреуін ұтып алдық біз. Ол есептеді өзі жақсылап. Мен түсінбеймін оны, техникалық сипаттамасын бергенім, ол материалын бәрін, разымен бәрін есептеді дағаны. Болды, мынанша теңгеден заявка береміз деп бердік. Сол 3-4-еуіне заявка жіберді, соның біреуін ұтып алдық. Заказчик 1 миллион 400 мың теңге берген, біз болсақ соны 890 мың теңге ұтып алдық. 520 терезеге москитный сетка орнату керек. Заказчиктің берген бағасы 1 миллион 400, а біз оны 890 мыңға ұтып алдық. Енді 890 мың теңге соны бітіру керек. 500 терезеге москитный сетка орнату керек. Не істедік? 340 мың теңгеге Алматыға заказ бердік. Ол біледі ғой, Алматы оптовый жерді. Сол жерге заказ жасады, 10 мың теңгеге Шымкентке әкеп берді. Получается, материалына, 520 терезенің материалына 350 мың теңге кетті. Енді оны екі вариант бар. Ана өзі мастер ғой. Маған айтады, сен менің қасымда көмектес, давай екеуміз құрастырып, өзіміз апарып орнатып тастайық. Менде уақыт жоқ өйтіп. Өйтіп жүретін уақыт жоқ, мен басқа жұмыстарын басымнан ашып жатыр. Істейтін болсаң, қасыңа бір брачканы ал да өзің істей бер. Болмаса вообще істемей қой, біреуді жалдай сал, сол өзі істесін. Екінші вариант таңдадық. Сөйтіп, OLX-тан пластик есіктер жасайтындарға жаздық. Бізден андай материалы бар, 520 терезеге москитный сетка орнату керек. Тек қана құрастырып, апарып, установка жасасаңдар болды. Соған қанша ақша аласыңдар деді. Көбісі 200 мың теңге сұрады, 520 терезеге. Ал біз 150 мың береміз деп тұрмыз. Сөйтіп, менің бір осы жақта бір қайнаған бар, соған айттым, ол да сондай нәрсе жасайды. Соған айтқаным, ол жарайды деді да, бөтен емессің ғой деп, маған 170 мың теңге істеймін деді. Екі бала болып, екеуі істеді соны. Біз апарып тастадық материалын бәрін цехтарына, өздері құрастырды, күніне 100 терезеге орнатып жүрді. Сөйтіп, бір аптаның ішінде бітіріп тастады кәдімгідей, пытырлатып. Біз ешнәрсе істеген жоқпыз. Барамыз ағын көріп, тексеріп кетеміз. Семсік шағып қайтамыз. Ал олар болса өздері сол терезенің барлығын өздері құрастырып, жаңағыдай москитный сетканы құрастырып, өздері установка жасады. Получается, бізден 350 мың теңге кетті материалға, и 170 мың теңге мастерлерге кетті. Болды. Общий суммасы 520 мың теңге. 890 мыңға біз ұтып алғанбыз. Заказчик бізге 890 мың теңге аударды. 520 мың теңге. Бізде расход жарайды. Ар жағында тағы бір майда шүйде заттар жетпей қалды. Анау біз обед әпердік оларға. Сондай нәрселермен бір 550 мың теңге болсын. 340 мың теңге бізге таза қалды. Ешнәрсе істеген жоқпыз, көрдіңіз ба? Міне, егер сіздің де сондай бір таныстарыңыз болса, сондай істейтін, есептеп беріп, сондай нәрсені істейтін таныстарыңыз болса, сізде ешнәрсе істемей, соларға істетіп, арада жүре аласыз осылай. Түсінікті ғой? Сол үшін айналаңыздағы поставщиктер сізге өте керекті. Екінші поставщик іздеудің екінші түрі бұл өз қалаңыздан іздеу. Ол қалай? Егер өз қалаңыздан іздеу. Бұны айналаңызда сіздің поставщиктер бар болса да, өз қалаңыздан да поставщиктер іздеңіз. Мысал үшін бірінші қолыңызға бір блокнот алып алыңыз. Сөйтіп барыңызда қалаларды, сол қалаңыздағы базарларды аралаңыз, оптовый сататын жерлерді. Адамдардан сұрасаңыз айтады, мына затты оптовый сататын, мынандай деген адам бар, мынандай деген магазин бар, сол жердегілер оптовый. Барыңыз сол жерге, сөйтіңіз дағаны жазып алыңыз, мынандай зат, мынандай нәрсе зат, мынанша теңге тұрады оптовый бағасы. Мынандай нәрсе зат, мынанша теңге тұрады оптовый бағасы. Бәрін жазып алыңыз. Анау даже бір апта, 10 күн сөйтіп жүруге болады. Поставщиктердің контактысын жазып алып, жаңағыдай қандай товар сатады, қаншадан сататын барлығын. Немесе біреулерде прайс-лист болады. Прайс-листтерін алып алыңыз елге. Түсінікті ме? Сондай нәрселерді алып алыңыз да жинаңыз. Содан кейін барып, компьютерге отырасыз, сол блокнотты ашасыз, сол жерден басынан бастап сантехникалық труба, немесе сантехникалық сместитель. Мынандай латунный, мынандай нәрсе, мынанша теңге тұрады. Болды, сместитель іздестендірден. Қарайсыз, сместительдің түрлері шығады, сіздікіне қайсы тура келеді. Соны қарайсыз, бағасы жақсы ма? Вот, соған заявка жібересіз. Получается, сіз қатысайын деп жатқан тендердің
тендердегі тауарлардың бағасы сіздің алдыңызда тұр уже. Түсінікті ма? Міне осындай өз қалаңыздан да солай іздеуге болады. Мысалға, сантехника сататын жерге барыңыз, строительный материал сататын жерге, хозтовар сататын жерлерге барыңыз, оптовый сататындар бар ғой арасында, бәрібір табылады ғой. Таба аласыз оны. Вот сол кезде сізге барлығын сол кезде барлығын блокнотқа жазып алып тексересіз. Бұл сіз өз қалаңыздан іздеу. Ал енді интернет арқылы іздеуді мен келесі видеода сіздерге компьютермен кәдімгі көрсетемін сіздерге. Ол жердегі рисктарды, оны қалай жасау керек, қалай сөйлесу керек, қалай алданып қалмау керек олармен. Түсінікті ма? Сол, барлықтарыңызға сәттілік, достар. Үй тапсырмасын орындаңыздар уақытында. Сұрақтарыңыз болса чатқа жазыңыздар.